Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді болыңыздар. Осынау атаулы мерекенің қай кезде болсын орны ерекше. Оның себебі абзал азаматтарға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан да сөнбек емес. Мерекеге қарсы Алжир мұражай қызметкерлері мен Малиновка іздестіру тобының бірлескен ән шашуымызды қабыл алыңыздар. Малиновка іздестіру тобының оқушылары Дауф Темірлан, Исаев Мирас, Аббасова Аяжан. Меня зовут Дауф Темирлан, я из города Нур-Султан, школа-лицей номер 60. В Казахстане майский день. Поздравлять мужчин не лень. Всем здоровья и добра. Защитите вы всегда и спасете вы от бед. Лучше вас на свете нет. Будьте сильными всегда, не болейте никогда. Меня зовут Аббасова Аяжан. Живу в городе Нур-Султан. Учусь в школе номер 16. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Белый вверх взлетает небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Сәлеметсіз бе? Мен Ақмол нөмір 5 орта мектебінің 6 сынып оқушысы және Малиновка іздестіру тобының мүшесі Исаев Мираспын. Мен отаным менің Қазақстан атты өлеңді отан қорғаушылар күніне арнаймын. Отаным менің Қазақстан, ыстық қой сенің топырағың, орманың, көлің, бау-бағың, қастерлеген қазағым. Найзаның ұшымен қорғаған, халқым менің мықты ғой. Ата-бабам әрқашан салт дәстүрін сақтаған. Әрбір қазақ батыры желбіреткен көк туын, кең байтақ жерге қазағын, егін егіп мал жайған. Күзде піскен егінді жинап алып ас қылған. Аман болсын ел жұртым, тыныш болсын отаным. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен, асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты, бозторғайы боламын шырылдаған. Отан бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуінде күйік екен, отанды сүйгенінде күйік екен. Здравствуйте, меня зовут Ашимова Айнур Сериковна, я специалист музея Алжир. От всей души поздравляю с Днем Защитника Отечества, с праздником силы и бравого мужества. А теперь хочу зачитать отрывок из стихотворения «Защитники». С Днем Защитника Отчизны поздравляю, Казахстан, и пусть в мирном синем небе ярко светит солнце нам, пусть стоят единым строем нашей Родины сыны, чтоб степей казахских вольных не коснулись тень войны. Я желаю, чтобы на страже вы Отечества стояли, мир, единство и свободу Казахстана защищали. Біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығымыз бен бейбіт өмірімізді қас қақпай күзетіп тұрған, халқымызға қорған болған ұлттық әскеріміздің айбыны арта берсін.